Еліміздің түрмелеріне жасырын түрде заңға қайшы заттар өткізу шаралары әртүрлі жолмен жасалуда. Көбінесе ұялы телефон, ақша немесе есірткі түрлерін өткізетін қарақшылар бұл жолы Шымкент қаласының жемқорларға арналған түрмесіне суши, пицца және шашлик алып өтпекші болған. Соны аретта тұрғанбыз, Чарлиға тамақ беріп жатқам как раз. Қарасам, бір забордан секіріп түсіп жатыр екен. Қуалап жүріп ұстап алдық. Сөйтсек, Сұлтан шашликтің доставщиктері екен ғой. Енді білесіздер, түрмеге неше түрлі заңсыз нәрселер алып келеді ғой адамдар. Сол телефон алып келеді, бәрін ұстап отырық қой. Енді бұл жағдайда бұл Сұлтан шашликтің доставщигі енді олар да біз сияқты адамға қызмет етіп жүрген адамдар, халыққа қызмет етіп жүрген адамдар ғой. Кәдімгі күнделікті заказ түскен, адреске барсам түрме екен. Түрме екен деп кетіп қалуға болмайды. Бастығымыз отказ болса ұратыны бар еді. Сол үшін жеткізіп бердім. Бір жағынан біз заказ аламыз, 3000 теңгеге заказ берсе болды, тегін жеткіземіз, қай жерге болмасын. Өздеріңіз көрдіңіздер ғой, менің ешқандай арам ойым болған жоқ, запрещенный ештеңе жоқ. Құры суши, пицца, шашлык, чикен сондайлар. Татьяна Срагачева, Әбділда Мұратов, ПТК арнасы.